Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Гүлжан. Бүгінгі тақырып зат есімнің тәуелденуі. Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулар деп атайды. Мысалы, өнерім, әкем, әжең, аты, атасы. Тәуелдік жалғаулар үш жақта, жекеше және көпше түрде айтылады. Мысалы, досым, досың, досыңыз, досы, досымыз, достарың, достарыңыз, достары. Зат есімнің тәуелденуі үш жақтан тұрады. Жекеше және көпше түрде тәуелденеді. Қалам деген сөзге мысал келтірсек. Бірінші жақ менің қалам. Екінші жақ сенің қалаң. Сыпайы түрі сіздің қалаңыз. Үшінші жақ оның қаласы. Көпше түрде бірінші жақ біздің қаламыз. Екінші жақ сендердің қалаларың. Сыпайы түрі сіздердің қалаларыңыз. Үшінші жақ олардың қалалары. Бүгінге тақырып осы. Пайдалы болды деп үміттенемін. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.